Армысыздар қадірлі жыр сүйер әлеумет. Жыр терме тыңдау сағатында өздеріңізбен қайта қауышқаныма қуаныштымын. Бүгінгі жыр терме тыңдау сағатында тыңдайтын толғауларыңыз Базар жырау Оңдасұлы атамыздың Баха биге айтқан толғау жыры. Баха би Сырдариядан төменгі Қызылқұмда тұрған шөмекейлерге ықпалды би болған екен. Ол уақытта Базар жырау Нұрман болыстың қарындасын алып қашқан екен дейді. Нұрман болыс болса, Базар жырауды Қазалының түрмесіне қаматып тастаған көрінеді. Сонда Базар жырау атамыз сол уақыттағы ықпалды билердің бірі болып табылатын Баха биге інілік өзінің ізеттілік сәлемін өлеңмен жеткізген көрінеді. Көңілдің қайғы қапасы жадыңа дұрыс алмасаң, көзіңнің қырын салмасаң, қайратты туған бияға арылаған базар інің болмай тұр еркін сапасы. Үстінен дұшпан аспаған, аяққа пенде баспаған сіз едің берен ағамыз. Шыныменен бұрқансаң атасы басқа дұшпаннан босанар еді шағамыз. Жолдасын жауға бермеген, көлденең сөзге ермеген, ешкімді бөтен көрмеген қос құлағы еді бабаңыз. Жадыңа алсаң азбайсың, ақ Мұстафа піріңді, үмметім демес Мұхаммед, тұтпасаң берік дінімді. Төрт шөмекейдің ар үшін дұшпанға көрсет қарыңды. Ағаға сүйіп арқасын бір іске інің ұрынды, жатырмын жаттың ішінде сездірмей сыртқа сырымды. Мен балқының базары, сен аспанның назары, жақсының жүзі шырайлы, адамның жылы жары. Құйрығымен шар соққан мен дарияның сазаны, кінәсіз күйген ініңмін, әділдік таппай әкімнен тартып бір тартқан жазаны. Ежелден халыққа жол айтқан Жәнібек ұлы керейсің, бір істі алсаң қолыңа, ермейтін жан жоқ жолыңа, азды көпке теңейсің. Қамқорың тиіп ғаріпке, қысылғандарға қол беріп, әруақша желеп жебейсің. Аждахадай айбатың, жолбарыстай қайратың, өзіңе тайлас дұшпанға оғыңды қарсы кезейсің. Таң шабытың келгенде, аш бөрідей кез келсе, кімді аунатып жемейсің. Қанатымен су сепкен қаршыға көңілін білдірген, қысылған мендей ініңді бір жолға бапау демейсің. Сәлемдемені Баха би алғаннан кейін сол уақыттары Алтаспанның игі жақсылары Баха би атамызға бір үйір жылқы жинап берген екен. Сол бір үйір жылқыны Баха би Қазалының түрме бастығына айдап алып беріп, Базар жырау атамызды бостандыққа шығарып
өз қарияларымыздың аузынан жеткен есті әңгіме, яғни жырдың тарихы болмақ. Сөз қадірін білген, бір ауыз сөзге тоқтаған, бекзат болмысты асыл ерлеріміздің осы секілді ғибратты өнеге әңгімелерін, жыр тарихын жеткізіп отыру біздің алдымызға қойған үлкен парызды міндет. Сондықтан да бұл жырды назарларыңызға ұсынып отырғанымыздың жөні бір бөлек. Назар қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет айта отырып, өздеріңізбен келесі сәрсенбі күнгі жыр терме тыңдау сағатында қауышқанша аман сау болыңыздар дейміз. Шаңырағымыздан жыр үзілмесін ағайын.